Ата-ана ерекше балаға көмектесуге міндетті. Бірақ бұл бала үшін барлық нәрсені орындап беру деген сөз емес. Тек көмектесу керек. Бізде ата-аналар өзінің баласынан бұрын қимылдап, бәтеңкесінің бауын байлап, түймесін қадап, алдына түсіп отырады. Осы арқылы олар баладан жаңа нәрсені үйрену мүмкіндігін алып тастағанын өздері де байқамайды. Яғни өзіне қарау, өзін күту, ортада өзін көрсете алу деген сияқты осындай жауапкершіліктерді баладан алып тастайды. Бала барлық нәрсені ата-анасы жасағанына үйреніп алады да, жасы өссе де оларға сеніп кетеді. Яғни өздеріне жауапкершілік алмайды. Ерекше баланың жауапкершілігін дамыту үшін мынадай қарапайым дүниелерді жасауға болады. Біріншіден, егерде бала ойыншықтарын шашса, оларды бірден жинауға кіріспей, бұл мүмкіндікті баланың өзіне беру керек. Сол сияқты тамақ жеп отырғанда бет-аузына езілген картопты жағып тастады ма, мәселен, қолына салфетка беріп, бетін өзіне сүрткізіңіз. Негізінен кішкентай балалар көп нәрсені олар өз бетімен жасай алады. Алайда әке-шешесінің шектен тыс қамқорлығы балаға жауапкершілікті сезінуге мүмкіндік бермейді. Екіншіден, баланың ұмтылысын қолдау. Кейде үй жинап жүргеніңізде балалар қасыңызға келіп көмектескісі келеді. Мәселен, кішкентай қызыңыз қасыңызға келіп ыдыс жууға құштарлық білдірсе, оған жылы су қосып, кесек қасық сияқты ұсақ ыдыстарды жууға мүмкіндік беріңіз. Шала жуса, артынша өзіңіз тазартып аласыз. Ең бастысы, ас бөлмеден баланы қуып шығып, оның тауын қайтармау керек. Үшіншіден, үй шаруасын балаңызға тапсырыңыз. Яғни баланың мүмкіндігіне, өзінің қабілетіне, бейімділігіне орай бала орындай алатын, өзіне қауіпсіз әрекеттерді сеніп тапсыруға болады. Мәселен, гүлге су құю, ас ішердің алдында қасықтарды дастарханға орналастыру деген сияқты осындай баланың мүмкіндігі келетін жұмыстарды беруге болады. Төртіншіден, мақтау. Мақтау сөздер жалпы балаға күшті ерік жігер береді. Өз бетімен мәселен ойыншығын жинап қойса, төсегін жинаса, өз бетімен түймесін қадаса, мұның барлығы қалыпты жағдай деп қабылдамай, арасында мақтап қою керек. Бірақ шала істелген әрекет үшін мақтаудан аулақ болған жөн. Бұл бала тәрбиесіне кері әсер етеді. Міне, көрдіңіз бе, осындай қарапайым дүниелер арқылы ерекше баланың жауапкершілігін арттыруға болады.